Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бензол қатарының галоген туындылары деп аталады. Дәрістің жоспарымен танысып өтетін болсақ, бірінші ароматты галоген туындылар және оларды синтездеу. Екінші ароматты галоген туындылардың химиялық қасиеттері. Ароматты галоген туындылардың химиялық қасиеттерін екі сатыда жіктеп қарастырамыз. Біріншісі бензол сақинасының химиялық қасиеттері, яғни электрофильді орын басу реакциялары бойынша. Екіншісі галогеннің химиялық қасиеті, яғни мұнда дегидробензол реакциясы. Ол SN2, яғни ароматты нуклеофильді екінші орын басу реакциясымен жүреді. Олай болса, дәрісімізді бастайық. Ароматты галоген туындылар және оларды алу әдістері. Ароматты галоген туындылар екі топқа бөлінеді. Жаңа атап өткенімізде, галоген бензол сақинасымен тікелей байланысқан, екіншісі галоген бүйір тізбекте орналасқан болса. Мысалыны қарастырайық. Галоген бензол сақинасымен тікелей байланысқан жағдайда ол орта хлор толуол болып табылады. Немесе мета хлор толуол, немесе пара хлор толуол. Яғни біздегі толуолға әсер етуші реагентіміз галоген туынды болатын болса, ол реакция барысында Луис катализаторы қатысында қосылған кезде біздің толуолдағы алкил тобымыз галогенді орта орынға немесе пара орынға бағыттайды. Міне сондықтан да галогендер бұлар күшті бірінші ретті бағыттаушы болғандықтан бұлар орта және пара орындарға қарай бағытталып тұрады. Ал екінші жағдайда галоген бүйір тізбекте орналасқан болса, онда қалай? Яғни галоген бүйір тізбекте орналасса, ол бензол сақинасымен тікелей байланыспаған, керісінше алкил тобымен байланысқан болып кетеді. Ол кезде толуолға галогенді әсер еткен кезімізде біздің катализатор ретінде жарықтың энергиясы, яғни H- катализаторын қолданамыз. Галоген туындыларды алу әдістері. Ең бірінші диазони тұздарынан алу. Бірінші, ароматты көмірсутегімізге нитрлеу реакциясын жүргіземіз. Азот қышқылы, күкірт қышқылы катализатор қатысында. Реакция нәтижесінде біздің нитробензолымыз туындалады. Ал нитробензолды тотықсыздандыру реакциясына жүргізетін болса, онда біздегі анилиннің түзілгенін байқауымызға болады. Анилинді ары қарай реакцияластыратын болсақ нитриттермен, онда біздегі диазони тұздары түзіледі де, ол тұрақсыз қосылыс болып галогеннің түзілуіне алып келеді. Яғни, мына мысалда көріп отырғандарыңыздай, орта толуол диазони хлоридінен тұрақсыз қосылыс пайда болғандықтан, ол бірде орта хлор толуолға және азоттың бөлініп шығуына алып келеді. Галогендеу реакциясы. Ароматты көмірсутектерді жаңа айтып өткеніміздей, галоген қоятын болсақ, галогеннің өзін Луис қышқылы катализаторлары қатысында қойсақ, онда галогеніміз тікелей ароматты бензол сақинасымен әсер етеді. Реакция нәтижесінде біздің ароматты галоген туындымыз түзіледі. Мысал ретінде қарастырайық. Нитробензол берілген, нитробензолға галоген туындыны Луис қышқылы катализатор қатысында қосатын болсақ, біздің нитротобымыз екінші ретті бағыттаушы болғандықтан галогенді мета орынға қарай бағыттайды. Алдыңғы дәрісімізде сіздерге белгілі болғандай, біз орынбасарлардың барлықтарын екі топқа жіктеп қарастырғанбыз. Яғни олар бірінші ретті бағыттауыштар және екінші ретті бағыттауыштар. Бұл жерде мысалдан көріп отқандарыңызда нитробензолдағы нитротобы екінші ретті бағыттауыш болғандықтан, ол галогенді мета орынға бағыттап отыр. Екінші мысалға қарайық мұны ацетанолит. Ацетанолиттегі біздің ацетотоптарымыз бірінші ретті бағыттауыш болғандықтан, оған галоген туындыны қосатын болсақ, бром галогенін, бұл жердегі бром галогендеріңіз орта немесе пара орынға бару керек. Яғни біздің негізгі бағыттаушы реагентіміз ацетанолит бірінші ретті бағыттауыш болғандықтан, галогенді пара орынға бағыттап тұр, немесе орта орынға бағыттайды. Реакция нәтижесінде өнімнің атауын пара бром ацетанолит деп айтуымызға болады. Бүйір тізбекте орналасқан галогенді жарықта немесе қыздыру арқылы енгізуге болады. Жаңа айтып өткенімізде толуолға
галоген туындыны жарықтың әсерінің қатысында қосатын болсақ, мына реакцияның екі түрлі жағдайын қарастырып отырмыз. Екі түрлі жағдайда да бізде галоген туындымыз қосылып отыр, электрофильді орын басу реакциясына түсіп отыр. Бірақ бұл жердегі катализаторымыз екі түрлі жағдай. Яғни бірінші жағдайда ол жарықтың әсері, яғни қыздыру арқылы болатын болса, ол бензол сақинасына әсер етпейді, керісінше галогенге қарай, алкил тобына қарай әсер етеді. Яғни бұл жердегі өніміміз алкил тобымен байланысады. Ал екінші жағдайға қарайтын болсақ, екінші жағдайда галогеніміз тікелей неге әсер ететін болды? Жаңа айтып отқанымыздай, бензол сақинасына әсер етіп, электрофильді орын басу реакциясы жүреді. Химиялық қасиеттеріне келейік. Ароматты галоген туындылардың химиялық қасиеттері екі түрлі бағытта қарастырылады. Бірінші бағытта бензол сақинасының химиялық қасиеттері, екінші бағытта галогеннің, яғни біздегі галогеніміз функционалды топ болып табылады мұндағы, яғни функционалды топтың химиялық қасиеттері бойынша. Алдарыңыздағы презентациядан көріп тұрғандарыңыздай слайдта бірінші міне бензол сақинасының химиялық қасиеттері электрофильді орын басу реакциясына түссе, галогеннің химиялық қасиеттері нуклеофильді орын басу реакциясына түседі. Бензол сақинасының химиялық қасиеттері электрофильді орын басу реакциялары. Галоген туындылар, өздеріңіз білесіздер, ерекше бағыттауыштар. Электрофильдік орын басу реакциясының жылдамдығын бензолмен салыстырғанда кемітеді. Бірақ келесі орын басарды ол орта және пара орындарға бағыттайды. Неге? Бұның себебін түсіндіру үшін біз екі түрлі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдай статистикалық фактор бойынша. Статистикалық фактор бойынша галоген туындылар электроакцепторлар болып табылады. Яғни минус индукциялық плюс мезомерлі эффектіні көрсетеді. Егер олар электроакцепторлар болатын болса, онда келесі орынбасарды мета орынға қарай бағыттау керек еді. Алайда динамикалық фактормен салыстырып қарайтын болсақ, бұлар орта және пара орындарға бағыттайды. Себебі сигма комплекстер мета сигма комплекспен салыстырғанда өте тұрақты болып табылады. Мұндай жағдайда бағытталу ережесі динамикалық фактормен қарастырылады. Яғни галогендер бензол сақинасын активсіздендіреді. Олай болса электрофильді орын басу реакциясының жылдамдығы кемітеді. Соның нәтижесінде келесі орынбасарды орта және пара орындарға бағыттап отырып, бірінші ретті бағыттауышқа жатады. Мысалға қарасаңыздар, бензол сақинасындағы галоген туындылары нитротоптармен, яғни азот қышқылы, күкірт қышқылы катализатор қатысында галогеніміз нитротопты пара орынға немесе орта орынға қарай бағыттайды. Екіншісі сульфа топтарда да дәл осындай. Үшінші галогендерді де Луис катализаторы қатысында да дәл осы жағдай жүреді. Үшінші ацетотоптар, төртінші эфирлер, міне барлық бірінші ретті бағыттауыш болғандықтан галогеніміз кез келген реагентті оған қосылған кезде ол өзінен кейінгі орта немесе пара орындарға бағыттап отыратын болады. Галогеннің немесе функционалды топтың химиялық қасиеттеріне қарайық. Яғни қарап отырсаңыздар, негізгі субстратымыз ароматты галоген туындылардағы ароматты галоген туындымыз. Ал екінші жағдайда субстрат ретінде қарастыратын болсақ, ол біздің алкил тобының галоген туындысы, яғни қаныққан көмірсутектердің галогендері, хлор метанымыз. Ал үшінші жағдайдағы субстратымыз біздің қаныққан көмірсутектегі галоген туындымыз, яғни бұл біздің хлор этеніміз мысалы. Енді осыған әсер етуші реагенттерді қарайық. Сіздер білесіздер, галоген туындыларының күміс айна реакциясына түскен кезде бұл олардың сапалық реакциясын көрсетеді. Яғни соңғы өніміміз қандай болады? Егер ол ашық тізбекті көмірсутек болатын болса, күміс хлоридінің ақ түсті тұнбаның түзілуін пайда етеді. Дәл сондай жағдай спирттермен де, негіздермен де, цианидтермен де осы реакцияға түсіп отырады. Ал галоген туындысымен қарайық. Галоген туындысымен қараған кезде ашық тізбекті көмірсутектеріміз бұл химиялық реакцияға түсуге өте қабілетті, қалыпты жағдайда.
Ал қос байланыспен тікелей байланысқан жағдайда ароматты галоген туындылар осы реагенттермен орын басу реакциясына түседі. Яғни ол реакциямыз жүрмейді ол жағдайда. Неге? Оның себебі галогендердің құрылысында. Галогендердің құрылысын салыстырайық. Ароматты көмірсутектің галоген туындыларының құрылысы қаныққан көмірсутектерге қарағанда активтілігі төмен. Ал қаныққан көмірсутектің активтілігі бұл тізбектің ұзаруына байланысты. Яғни бензол сақинасына емес, бүйір тізбекте орналасқан галогеннің активтілігіне қарағанда төмен. Алдарыңызда галогеннің химиялық активтілік қатары келтірілген. Ары қарай жалғайтын болсақ, галоген қос байланыспен тікелей жалғасқанда галоген мен субстраттың арасында теріс индукциялық және оң плюс мезомерлік эффектілер пайда болады. Яғни галоген мен субстраттың арасындағы екі жақты байланысу, екі эффект қарама қарсы әсер етеді. Ал ол неге байланысты? Галоген мен бензол сақинасының арасындағы ұзындық 0,169 нанометрді құрайды. Яғни бұл нанометр алшақтаған сайын ұзындығы, ол минус индукциялық эффектіміз плюс мезомерлі эффектіге қарағанда жоғары екендігін көруге болады. Дәл сол сияқты қанықпаған галоген туындыларда да көміртек пен галогеннің арасындағы ара қашықтықтың ұзындығы да бірдей екенін байқауымызға болады. Ал қаныққан көмірсутектерде ол керісінше. Қаныққан көмірсутектерде галоген мен алкил тобының арасында тек қана минус индукциялық эффект пайда болады. Яғни көміртектің электр терістілігі галогеннің электр терістілігіне қарағанда кіші болғандықтан бүкіл электрондардың барлығын ол галогенге береді. Яғни галогенге бергеннен кейін мұндағы электрондардың барлығы минус индукциялық эффектіні көрсететін болады. Яғни бұл жердегі галогеннің электр терістілігінің жоғары екендігін көрулеріңізге болады. Бұның барлығы сіздерде схема түрінде көрсетіліп отыр. Теріс индукциялық эффектіміз көміртек пен галоген байланысын ұзартады, үзілуін жеңілдетеді. Галоген алкилдердің реакциялық қабілеттілігін арттырады. Ал галоген арилдер болатын болса, яғни ароматты галоген туындыларымыз болса, қарама қарсы екі эффектінің, яғни минус мезомерлі эффектпен, плюс мезомерлі эффектпен минус индукциялық эффекттің ұзындығын қысқартады да үзілуін қиындататын болады. Біздегі галоген нуклеофилді орын басу реакциясына түседі. Ароматты галоген туындылардың нуклеофилдік орын басуындағы активтілігі өте аз. Бензол сақинасы мен тікелей жалғасқан галоген қозғалғыш емес. Яғни субстрат ароматты галоген туындымыз болатын болса, оған әсер етіп атқан затымыз гидроксид, аммиак, цианиттер болатын болса, олардың барлығында соңғы өнімі тікелей бензол сақинасымен, яғни орын басу реакциясына түседі, галогенді ығыстырып шығады. Оны мысалдан қарайтын болсақ, алкил галогениттермен салыстырғанда реакцияның механизмі де өзгереді. Реакция екі сатыда жүреді. Біріншісі элимерлену, екіншісі қосылу. Яғни қосылу реакциясы дигидробензол механизмі деп аталады. Мұнда қарап отырсаңыздар, хлор бензолдағы бірінші хлорда элимерлену реакциясы пайда болады. Яғни хлордың элимерленуі, яғни хлордың бөлінуін көрулеріңізге болады. Оған натрий гидроксидімен әсер еткен кезімізде дигидробензол механизмін сақтай отырып, қосылу реакциясы жүреді. Реакция нәтижесінде фенолдың түзілгенін және натрий хлоридінің бөлінгенін көрулеріңізге болады. Дигидробензол механизмі. Дигидробензол механизмінің екі сатылы жүруі. Яғни бірінші сатыда жаңа айтып өткенімізде элимерлену реакциясы. Элимерлену реакциясында ең бірінші арендердің түзілгенін байқауымызға болады. Яғни байланыс үзілді, бос байланыс пайда болды. Ал екінші сатыда осы бос байланысқа біздің нуклеофиліміз, яғни нуклеофилді реагентіміз гидроксил тобының қосылғанын көріп отырсыздар. Дигидробензол механизммен дәлелдеуге келесі фактілер келтіруге болады. Яғни мұндағы сіздердегі хлор толуол,
парахлор толуға натрий гидроксидімен әсер етіп, белгілі бір температурада жағдай жасайтын болсақ, онда бізде параметилфенолдың түзілгенін байқауымызға болады. Ал екінші жағдайда пара өнімнің түзілуі тек дегидробензол механизмімен ғана жүретінін көруімізге болады. Ароматты механизмдерді түсіндіретін кезімізде SN2 нуклеофилді механизммен жүрген кезде бензол сақинасындағы галогенмен қатар электрон акцепторлер, яғни ондай орынбасарлар да болуы мүмкін. Яғни олар нитротоптар, сульфатоптар, альдегид топтары, карбон қышқылдары сияқты екінші ретті бағыттауыштар болуы мүмкін. А мұндай жағдайда нуклеофилді екінші орын басу реакциясының механизмі теріс зарядталған сигма комплекстің түзілуі арқылы өтетін болады. Реакциядан қарап отырғандарыңыздай, нитротобы бұл жердегі екінші ретті бағыттауыш, яғни электроакцептор. Бұған сілтімен әсер еткен жағдайда мұндағы реакция нитротобымыз өзгеріссіз қалады да хлордың орнына келіп OH тобы басады. Әсіресе орта пара орындарда орналасқан электрон акцепторлы топтардың сигма комплексті тұрақтандыруға әсері өте жоғары болады. Олар мета орынға қарағанда. Дегидробензол механизмін қорытындылап жалпылама айтып өтейін. Орынбасарсыз немесе электродонорлы орынбасарлы галоген туындылар нуклеофилді орынбасу реакциясына түсуі өте қиын. Реакция дегидробензол механизмі арқылы жүреді. Электроакцепторлы орынбасарлар галоген арелдердің нуклеофилдік орынбасу реакциясына түсуін жеңілдетеді. Яғни реакция ароматты нуклеофилді екі орынбасу, яғни SN2 ароматты механизмі арқылы жүреді. Реакцияны қарасаңыздар, дегидробензол механизмі жүрген кезде екі сатылы, жаңа айтып өткенімізде, бірінші сатысында элемерлену реакциясы, екінші сатысында қосылу реакциясы. Ал SN2 аромат бойынша мұндағы Y затымыз электроакцептор болып табылады. Яғни күш екінші ретті бағыттауыштар болып табылады. Ароматты галоген туындыларымыз металл органикалық қосылыстарда түзе алады. Яғни металл органикалық қосылыстардың қызметін қолданып, галогенді басқа функционалды топтарды ауыстыруға болады. Галоген туындымыз бромбензолға металл, магний органикалық қосылысымызды қосатын болса, бұл жерде магний бромиді түзілгенін көруімізге болады. Ары қарай реакция екі сатылы жүретін болса, көмір қышқыл газымен реакцияны аяқтайтын болсақ, мұнда бірден карбон қышқылының түзілгенін көруімізге болады. Бүйір тізбектегі галоген атомының қасиеттері. Галоген бүйір тізбектегі көміртегі атомында орналасса, нуклеофилді орын басу реакциясының жүруі өте жеңіл түседі. Мұндай қосылыстардағы галогеннің қозғалғыштығы галоген анионның бөлініп кетуінде, яғни карп катионның тұрақтылығымен түсіндіріледі. Қарап отсаңыздар, галоген тізбегіміз бүйір тізбекке жалғасқан. Мұнда реакция механизмін ашып қарайтын болсақ, тұрақты карп катионның түзілгенін көріп отырсыздар. Реакцияның жүру жағдайлары осы механизмдер арқылы түсіндіріледі. Мұндағы ароматты көмірсутекті жаңа тікелей бензол сақинасымен байланысқан жағдайда электрофилді орын басу реакциясымен жүреді де, ал бүйір тізбекті галогеннің химиялық қасиеттері керісінше карп катионның тұрақтылығымен түсіндірілетін болады. Бүгінгі лекциямыз осымен аяқталды. Лекцияда қолданылған әдебиеттер тізімдерін көрулеріңізге болады. Рахмет.